2019 жылдан бастап ел мектептерінде жаратылыстану бағытындағы пәндер ағылшын тілінде оқытыла басталмақ. Облыста бұл ретте қызу дайындық жүргізілуде. Өңірде мұғалімдер үшін арнайы курстарда қарастырылған. Бүгінде ағылшын тілін 542 мұғалім игеріп, пилоттық жоба негізінде факультатив сабақтарын бастап кетті. Биылғы оқу жылының басталысымен облыста жаратылыстану бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде оқыту жоспары құрылды. Пилоттық жоба негізінде 7 мен 11 сыныптарда. Олар тәжірибе ретінде шет тілде өткізіле бастады. Айта кеткен жөн, тың жүйе негізінде мұғалімдер біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Биылғы жылы 1 қыркүйектен бастап облысымыздың 57 мектебінде 99 мұғалім физика, химия, информатика, биология пәндерін ағылшын тілінде факультатив сағаттарында жүргізуін бастады. Бүгінгі күні білім басқармасы тарапынан осы мұғалімдерді жинап, қандай бір пікір алмасу іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Бүгінде ағылшын тілі курстарынан 99 мұғалім өтті. Олар енді информатика, физика, химия және биологиядан сабақ беруге құқылы. Әзірге қалалық және ауылдық мектептерде бұл жүйе факультатив ретінде қарастырылып отыр. Облыстық семинар кеңесте ағылшын тілінде пәндерден сабақ беретін мұғалімдер өз тәжірибелерімен бөлісіп, пилоттық жобаның оң және теріс тұстарын талқыға салды. Биылғы оқу жылында өзімнің оқыған білімімді тереңдету мақсатында іс тәжірибемде осы биология пәнін ағылшын тілінде факультативті жаңағы курс ретінде өткізудемін. Осы курс нәтижесінде 11 класста бастадым. Курс нәтижесінде жаңағы бас кезінде терминдік жұмыстармен жұмыс жасалдық. Оған ең алдымен интеллектуалды ойындарды қолдандық. Себебі интеллектуалды ойындар ең алғашқы пән аралық байланысты байланыстырады. Алдағы жылы ағылшын тілін 542 мұғалім меңгермек. Арнай курстардан өткеннен соң ұстаздарға B1, B2 және A1, A2 деңгейлі сертификаттар беріледі. Аманжон Нұртазин, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.